Абайдың 26-шы қара сөзі. Біздің қазақтың қос қанаты алдында келсе, түсірген балуаны жақсы, салған құсы алса, қосқан иті өзгеден озып барып отса, ес шығып бірі қуанады. Білмеймін, содан артық қуаныш бар ма екен? Жоқ та шығар. Осы қуаныш бәрі де қазақтың қарындастың ортасында бір хайуанның өнерінің артылғанына, я бір бөтен адамның жыққанына мақтанарлық не орын бар? Ол озған, алған, жыққан өз емес, яки баласы емес. Мұның бәрі қазақтан басқа жауы жоқ. Бітпей нәрсені бір үлкен іс қылған кісідей қуанған болып, ана өзгелерді ызаландырсам деген демек. Біреуді ызаландырмақ шариғатта харам, шаруаға залал, ақылға теріс. Әншейін біреуді ыза қылмақтың несін дәулет біліп қуанады екен, жә. Болмаса ана ыза болушы соншалық неге жер болып қалады екен? Жүйрік ат. Кейде ол елде, кейде бұл елде болатығын нәрсе. Қыран құста, жүйрік итте, кейде оның қолына, кейде мұның қолына түсетіғын нәрсе. Күшті жігітте үнемі бір елден шыға ма? Кейде ана елден, кейде мына елден шығады. Мұның бәрі адам өз өнерімен жасаған жоқ. Бірі озған, бірі жыққан үнемі озып, үнемі жығып жүрмейді. Соның бәрін біле тұра, жерге кіргенде болып, я бір арамдығы, жамандығы шыққандай несіне ұялып қорланады екен. Енді осылардан білсеңіз болады. Надан ел қуанбас нәрсеге қуанады. Хәм және қуанғанда не айтып, не қойған, не қылған өзі білмей, есі шығып бір түрлі мастыққа кез болып кетеді. Хәм ұялғандары ұялмас нәрседен ұялады, ұяларлық нәрседен ұялмайды. Мұның бәрі надандық, ақмақтықтың әсері. Бұларын айтсаң кейбірі рас деп ұйыған болады. Оған нанбай ертең ол да әлгілердің бірі болып кетеді. Көңілі көзі жетіп тұрса да хайуан секілді әуелі әдетінен бойын тоқтата алмайды, бір тиянақсыздыққа түсіп кетеді. Ешкім тоқтатып, ұқтырып болмайды. Не жаманшылық болса да бір әдет етсе, қазақ ол әдетінен еріксіз қорыққанда я өлгенде тоқтайды. Болмаса ақылына жеңгізіп, мұным теріс екен деп біліп, ойланып, өздігінен тоқтаған адамды көрмессің.